Сәлем баршаңызға. Бүгін етті осу және тұздау әдісімен бөлісетін боламын. Менде қой еті. Осы тұрған еттің барлығын қазір тұздап, бір бөлігін тұздап, бір бөлігін тұздамай сақтайтын боламыз. Алдымен құйрықты осылай алып, екі бөлікке бөлеміз. Мен бір бөлігін свежий, яғни балғын күйінде сақтау үшін бөліп алдым. Сіздер барлығын тұздасаңыздар да болады. Екінші бөлігін осылай арасын тілім-тілім қылып ашып, ортасын қазір тұздаймыз. Демек, сол кезде біздің құйрығымыз толығымен тұздалады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бөлінген тіліктің арасына осылай тұзды сеуіп шығамыз. Тұзды әркім өз қалауы бойынша сепсе болады. Енді қойдың қалған бөліктерін де осылай ортасын ашамыз. Бірақ байқаңыздар, ішінде бездер немесе керек емес сіңірлер болуы мүмкін. Сол артық заттарды алып тастаңыздар. Алып болғаннан кейін ары қарай етімізді оса береміз, яғни кішігірім тілім-тілім бөліктерге бөлу арқылы еттің арасын ашып, тұздауға ыңғайлы етіп тілім-тілім бөліктерге бөлеміз. Яғни қойдың барлық бөліктерін осылай кішігірім тілім бөліктерге бөліп тұздап шығамыз. Бірақ қойдың еті сойған кезде тайғандақтау болуы мүмкін, сондықтан қолдарыңызда байлаңыздар. Енді еттің осылай бөлінген тіліктерін тұздап шығамыз. Шыққаннан кейін басқа да бөліктерін осылай арасын видеодағыдай ашып тұздаймыз. Ал қазір көріп тұрғандарыңыз қабырғаны осылай арасынан бөлеміз. Қабырғаны мен тұздамадым, өткен ол маған свежий түрінде қажет. Оны мен бұқтырма, қуырдақ жасай аламын. Ал енді мойын омыртқаны осатын боламыз. Осылай бұны да тілім-тілім бөліктерге бөліп ыңғайлап, арасын ашамыз. Сүйектерінде арасын ашып тұздайтын боламыз. Тұзды жаңа айтып кеткенімде әркім өз қалауы бойынша сепсе де болады. Барлық етті осып болғаннан кейін өкпе, бауыр, бүйректі қараймыз. Яғни өкпесі, бауыры таза болса алып қаламыз. Алғашында өкпенің осындай керек емес заттарын кесіп алып тастаймыз. Қалған бөлігін алып қаламыз. Бүйректі ортасынан екіге бөліп аламыз. Осымен біздің етіміз осылып бітті. Видео көріп тұрғандарыңыздай, оң жақ бөлігінде менің тұздалмаған еттер, ортасында өкпе, бауыр, сол жағында тұздалған еттер. Яғни осылайша қой еті менің екі бөлікке бөліп алдым. Тұздалған және тұздалмаған қылып жасап алдым. Енді тұздалмаған етті мен арнайы пакетиктерге салып, осылай холодильникке салған кезде жоғалтып алмас үшін бетіне осылай жазып жабыстырып қойдым қағазбен. Яғни тұздалмаған еттер мен қуырдақ, бұқтырма жасаған кезде тез әрі оңай табуым үшін осылай кішігірім сіздерге менен лайфхак жабыстырып қойдым. Сіздер де осы әдіспен етті осып тұздап көріңіздер. Еттеріңіз тәтті, дәмді болсын.